Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз кезекті заказымызға шықтық. Бүгін бала-шағамен шықтым, себебі бүгін нянямыз сұранып кеткен, тастайтын ешкім жоқ. Сондықтан бала-шағамды алып алдым заказға. 4 бала-шағамды бірдей алуға ұялдым, сондықтан екеуін кішкентайын ғана алдым. Екеуін үйге тастап кеттім. Қызым мен ұлымды кішкентай стульчикке отырғызып, тыныш отырыңдар, қарап отырыңдар деп отырғызып қойсам, осы үйдің келіні бір алма, 2 кәмпиттен алып шығып, мен балдарыма беріп жатыр. Жақсы болды ғой, осы алма мен кәмпитке алысып, екеуі мешать еткен жоқ қой, тыныш отырды біз біткенше. Ал біз көмекшіміз екеуміз тез каркасын құрып, баннерін тартып, шарларын үріп, оформленияны жасап тастадық. Бүгін біз Тасним деген кішкентай бүлдіршіннің, красавицаның бесік тойына осындай баннер қоятын боламыз. Күшті, нежный, әдемі, сочный оформление болады. Сіздерге күшті менің жаңалығым бар. Менде YouTube каналымда 1000 подписчикке жеттік. Ура! Ал енді екінші шарты бар. Айлыққа іліну үшін 1000 подписчик 4000 сағат жиналу керек. Ендігі кезек 4000 сағат жинап тастасақ, уже айлыққа ілінетін боламын. Сіздерден өтініш, менің YouTube каналыма өтіп, подписаться етіп, барлық видеоларымда қарап, соңына дейін көріп, лайк басып, поддерживать етіңіздерші, комментарий жазып. Сіздердің әрбір қараған минут секундтарыңыз мен үшін өте маңызды, бағалы. Біреудің қуанышына қуана білген адамға міндетті түрде сондай қуаныш сізге де бұйырады. Сондықтан мен үшін қуанып, қолдап жатқан жандар сіздерге де жұғысты болсын. Осындай YouTube канал, TikTok канал ашып, жүргізіп, табыс тауып, армандарыңызды орындау жұғысты болсын. Өткенде дайрегіме бір тәте хат жазыпты. Өмірі мен жалқауланып, ұйқым келіп, ештеңе істегім келмей, TikTok'ты ашып, қарап жатсам, алдымнан үнемі сіз шыға келесіз. Сізді көремін, мотивация алып, жұмыс істегім келіп, кәдімгідей құлшынып кетіп, тірліктерімнің бәрін қалай істеп тастағанын өзім білмей қалам дейді. Осы видеоларым арқылы сіздерге титтей де болса көмегім тиіп жатса, мен өте қатты қуанамын. Қыздар, сондықтан да ұйықтамаңыздар, тұрыңыздар, өмір өтіп жатыр. Әйел адам қатты қаласа, оның қолынан келмейтін іс жоқ, алынбайтын қамал жоқ. Әйел бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлем тербетеді дейді. Біз әлем тербетпесек те бизнес тербетейік. Ал бүгінгі оформлениямыз осылай болды. Сіздерге қалай ұнады ма? Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.